Ассалаумағалейкум достар. Өздеріңізге белгілі, біз осы Қызылорда қаласында жол мәселелері, жолдағы жылдамдық шектеуі, жол белгілері мен ақпараттық белгілер төңірегінде көптеген мәселелерді көтеріп, жақсы нәтижелерге жеттік. Осы Қызылорда облысының полиция басқармасы, қалалық полиция басқармасымен бірлесе отыр. Соның ішінде Қызылорда қаласы әуежай арасындағы тас жолда жылдамдық шектеуі 80 км сағатқа көтеру жөнінде мәселені біз көтеріп, сол мәселеде нәтижеге жеттік. Алайда осы жолда біздің оқырманымыз бізге хабарласты, оған 60-тан асырдың деп айыппұл салған екен. Сол мәселені біз зерделеп, сол кісімен бірге барып, сол жерде видео түсірілім жасап, YouTube арнамызға жүктеген болатынбыз 12 мамырда. Содан кейін осы кісі осы видео дәлелдерді дәлелдеме ретінде алып, өзіне пайдаланып, Қызылорда полиция басқармасына арызданды, айыппұлды өшіру жөнінде. Алайда олардан отказ жауап келді. Ол айыппұл дұрыс салынған, заңды. Бұл жерде ешқандай заң бұзушылық жоқ. Жол белгілері ол жерде барлығы дұрыс, барлығы түгел деп. Сол жауаптарын алып, бұл кісі сотқа шағымданды. Сөйтіп, сотта біздің жаңағы видео дәлелдерді пайдалана отырып, сол жақсы дұрыс нәтижеге жетіп, айыппұлын жойды. Содан кейін біз бұл кісіден осы жақсы жаңалығыңызбен, жетістігіңізбен, жеңіспен бізге бөлісіп, интервью беруін сұрап өтіндік. Алайда есегім судан өткеннен кейін маған ешқандай жаңағы интервьюердің қажет жоқ. Жігіттер ренжімеңдер деп бізге жылы жауап қоя салды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы жерде біз ренжуіміз керек пе, ренжімеуіміз керек пе? Пікір қылып қалдыра кетсеңіздер. Және осы жолда сіздерге 60 км сағаттан шектеуді асырдың деп айыппұл салып, әлі соны төлемеген болсаңыздар, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріп, шағым жазып, сотқа айыппұлдарыңызды өшіруге қол жеткізіңіздер. Фархат, қалай амансың ба? Мен ана қаулының бір-ақ түйірі шығарып беріпті. Оны көшірмесін де алмаппын. Бағана адым практикаға бердім оны ше. Олар соған печать басты не қылды да, қабылдады деп, жаңа түстен кейін алып тастапты ғой, сообщение келді, жойылды деп. Фархат, мен бірінші арызды кімге жаздым, жаңа ГОВД-ға барып жаздым, полицияға. Мына қойған шағымдарыңызбен айыппұлмен келіспеймін деп полицияға жаздым, мана ГОВД-ға барып. Одан кейін олар маған жаңағы жауабын берді. Жоқ, сіздікі дұрыс емес, елді мекен деп. Сол жаңағы сол берген маған жауабының номерімен мен сотқа шағым жаздым. Арыз емес, шағым деп жазасыңдар. Сол шағымға қарай, сосын кеше алдың күні вторникте ма, не болды, сот болды, онлайн. Сосын бүгін барып қаулысын алып кеттім, сол бір-ақ штук алып кетіппін ғой, омайым. Соны барып, сол адым практикаға апарып тастадым, жаңа сообщение келді, өшірілді деп. Сонымен бітті. Мен шешімінде кеше сот болған кезде ше, Фархат, сот маған сұрақ қойды, сол белгінің дұрыс тұрғанын қалай қарайсыз деп өзі. Ол жерде елді мекен 5-22 ма, 5-23 қой тұрған белгінің өнесі. Оның мен анықтамасында сотқа қосып бердім, сол елді мекен деген белгінің не үшін тұрғанын ол жерде мен сұраған, неге ол жерде ондай тұр, ол деген вообще анықтамасына келмейді ғой деп ше. Өйткені елді мекеннің анықтамасында жазылып тұр, тұрғын үй құрылыстары тығыз орналасқан жерлер және әлеуметтік жерлерге қойылады деп жазылып тұр. Бұл жерде ондай тығыз орналасқан жер жоқ. Мен сотта соны айтқанмын ше, именно. Соттың решениесі де соған қарай шықты деймін, ол жерде вообще елді мекен емес дегенде келіп ше. Соны мен оқып едім, юридический тілмен жазылған ғой, дұрыс түсінбедім ананы айтқанын ше. 90-ға дейін болады, короче, дегенде келіп шықты енді. Нақты білмеймін. Қазір шыққасын тағы оқимын. Ертең алғасын деп жатқанмын ғой копиясын. Сонда енді основной сотта екінші жақ қатысқан жоқ қой сотқа. Кейін полиция жағы қатысқан жоқ.
бірақ сол талқыланған екеуміздің арамызда айтылған белгілердің жоқ нәрсесі, сосын ана мен белгіні айттым. Ол жерде ондай белгі қойылмау керек. Ол жерде 5-24 деген ба, сондай 5-24 болу керек, егер жаңылыспасам. Сол знак қойылу керек ол жерге. Ондай знак көкпен ақ жазылған. Көк, квадраттың іші ақпен жазылады ше. Ондай знак бізде Қалжан Ақун ауылында тұр. Мен соны айтқан тегім, осыны қайта-қайта айттым. Ол жерде ондай белгі вообще тұрмау керек елді мекенде деп. Сол енді маған қарай шықты ғой сот.